3 А сынып оқушысы Марат Ғазиза Арматқызы. Бүгін біз балдыркөк өсімдігінің сабағынан шырын дайындайтын боламыз. Алдымен біз оны жақсылатып жуып алайық. Енді шырын сыртқыш арқылы жуылған сабақтарды өткіземіз. Оның құрамында калий, кальций, темір, фосфор тұздары, эфир майы бар. Оны дәрі-дәрмек жасауға пайдаланады. Ол асқорыту жүйесін жақсартады. Созылмалы аурудың алдын алады. Міне, шырынымыз дайын болды. Біздің шырынымыз витаминдерге бай. Біз отбасымызбен бірге апта сайын 2-3 рет ішіп тұрамыз. Сіздерге де кеңес беремін.